Сәлем балалар, 3 сынып математика 154 сабақ. 3 амалмен орындалатын есептер шығару тақырыбы. Сен 3 амалмен орындалатын есептерді модельдеуді және шығаруды үйренетін боласың. Балалар, Алматыдағы мега ойын сауық орталығының алдында шолу дөңгелегі бар. Оның орталық Азиядағы ең биік дөңгелек екенін білетін бе едің? Бірінші есеп, өрнектің мәнін тап. Шолу дөңгелегінің биіктігін табатын боласың. 802 мен 2-ның бөлінісі 401-ді, ал 160 пен 6-ның бөлінісі 110-ға қосып, шыққан мәннен 451-ді кеміткенде өрнектің мәні 60-ға тең. Демек, Алматыдағы мега ойын сауық орталығының алдындағы шолу дөңгелегінің биіктігі 60 метрге тең. Екінші А есебі. Шолу дөңгелегіндегі 24 стандартты орынның әрқайсысына 6 адамнан отырды, ал 12 жайлық жабдықталған орынның әрқайсысына 4 адамнан отырды. Шолу дөңгелегіне барлығы неше адам отырған табу қажет. Ол үшін стандартты 24 орынның 6 есеге арттырамыз, 12 жайлық жабдықталған орынның 4 есе арттырамыз. Өрнектің мәні 192-ге тең. Демек, есептің жауабы шолу дөңгелегіне барлығы 192 адам отырған. Екінші Ә есебі. Алияның 600 теңгесі болды. Ол 165 теңгеден 2 билет сатып алды. Алияның неше теңгесі қалды? 600 теңгеден азайтамыз. 165-тің 2 есе көбейтіндісін. Өрнектің мәні 270-ге тең болады. Демек, Алияның 270 теңгесі қалған. Үшінші есеп, бос орындарға тиісті сандарды қой. 530 шығуы үшін 20-ға 360-ты және 150-ді қосамыз. Келесі 220, 130, 180-ның қосындысы 530-ды береді. Одан кейін 310, 20, 200-дің қосындысы 530-ды береді. Және де 500, 5, 25-дің қосындысы 530-ды береді. 640 саны шығу үшін 380-ге 60-ты 20-ны қосу қажет. 170-ге 200, 270-ті қосу қажет. 150-ге 330 пен 160-ті қосу қажет. 490-ға 50 мен 100-ді қосу қажет. Балалар, келесі бағанда 4 саны қателік жіберіліпті. Өйткені бұл жердегі кез келген санға 210-ды көбейткенде немесе 140 санын көбейткенде 4 саны шықпайды. Мұнда 420 саны болуы мүмкін. Келесі 840-ты 2-ге бөлгенде 420, 2-ні 210-ға көбейткенде 420, 3-ті 140-қа көбейткенде 420 және 820-ны бөлмейміз, 820-дан кемітеміз 400-ді, 200, 420 шығады. Келесі баған 310. 930 пен 620-ның айырмасы 310-ді береді. 570 пен 260-ның айырмасы 310-ді береді. 155 пен 155-дің қосындысы 310-ді берсе, 292 мен 18-дің қосындысы да 310-ды береді. Төртінші А тапсырмасы. Тік төртбұрыштың ауданы белгілі. Оның ұзындығы мен ені қанша? Барлық мүмкін нұсқаларды жазып көр. Тік төртбұрыштың ауданы 96 метр квадрат болғанда, оның ұзындығы 24, ені 4. Ұзындығы 48 болғанда, ені 2. Ұзындығы 16 болғанда, ені 6-ға тең болады. Тік төртбұрыштың ауданы 140 метр квадрат болғанда, оның ұзындығы 70, ені 2. Ұзындығы 35 метр болса, ені 4 метр. Ұзындығы 20 метр болса, ені 7-ге тең болады. Егер тік төртбұрыштың ауданы 150 метр квадрат болса, онда оның ұзындығы 175 метр, ені 2 метр. Ұзындығы 50, ені 7 метр. Ұзындығы 25, ені 14 метрге тең болады. Төртінші Ә тапсырмасы. Тік төртбұрыштың периметрі белгілі. Оның ұзындығы мен ені қаншаға тең? Барлық мүмкіндіктерді қарастырып көр. Егер тік төртбұрыштың периметрі 98 метр болса, оның ұзындығы 36 метр, ені 13 метр болуы мүмкін. Немесе 25 метр, 24 метр болуы мүмкін. Немесе ұзындығы 31 метр, ені 18 метрге тең болуы мүмкін. Ал егер тік төртбұрыштың периметрі 120 метрге тең болса, онда оның ұзындығы 45 метр, ені 15 метр. Ұзындығы 52 болса, ені 8 метрге, ал ұзындығы 35 метр болса, ені 25 метрге тең болуы мүмкін. Ал егер тік төртбұрыштың
периметрі 140 метрге тең болса, онда оның ұзындығы 45, ені 25 метр. Немесе ұзындығы 62, ені 8 метр. Немесе ұзындығы 54, ені 16 метрге тең болуы мүмкін. 5. А есебі. Диаграммада астында хан шатыр ішіндегі ойын-сауық орталықтарына келген демалушылар туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр, оны топтағы балаларға қойып көр. Бірінші сұрақ. Демалушыларды басым бөлігі қайда барды? Демалушылардың басым бөлігі Космо ойын-сауық орталығына барған. Кафеге неше демалушы келген? Кафеге 10 демалушы келген. Қанша демалушы кинотеатрға кірді? 12 демалушы кинотеатрға кірді. 5. А есебі. Есептер құрастырып, оларды шығарып көр. Есептің шарты. Кинотеатрға 12 адам барған, су аттракционына 32 адам барған, Космо ойын-сауық орталығына қанша адам барғаны белгісіз, бірақ су аттракционынан 36-ға артық адам барған. Сонымен барлығы қанша адам демалғанын табу қажет. Ол үшін 12-32-ге қосамыз, және де Космо 36 адамға артық болғандықтан 32-ні 36-ға арттырып шыққан мәнінде қосамыз. Барлығының мәні 112-ге демек, барлығы 112 адам демалған екен. 6. Есеп. Көбейткіштердің квадратын көбейтінділермен алмастырып, олардың мәнін тап. Демек, бірінші өрнекке назар аударайық. 4-тің квадратына 7-нің квадратын қосып 5-ке бөлу қажет. Мұндағы 4-тің квадраты деп отырғанымыз 4-ті өзіне, яғни 4-ке көбейту деген сөз. 4 пен 4-тің көбейтіндісіне 7 мен 7-нің көбейтіндісін қосып 5-ке бөлу өрнегі түрінде жазылады. Өрнектің мәні 13-ке тең болады. Балалар, осылайша қалған өрнектерді де көбейткіштердің квадратын көбейтінділермен алмастырып, осылай жазатын боламыз. 7 мен 10-ның квадратын қосып 6 есеге арттырамыз. Яғни 7 мен 7-нің көбейтіндісін 10 мен 10-ның көбейтіндісіне қосып 6 есеге арттырсақ 894-ке тең. 5-тің квадратын, 6-ның квадратын, 9-ның квадратын, яғни 5 пен 5-тің көбейтіндісін, 6 мен 6-ның көбейтіндісін, 9 пен 9-дың көбейтіндісін қосқанда өрнектің мәні 142-ке тең. 8-ге көбейтеміз. 5 пен 5-тің көбейтіндісін 6 мен 6-ның көбейтіндісіне көбейтіп, өрнектің мәндерін қосып 8 есеге арттырғанда өрнектің мәні 488-ге тең. Келесі өрнек. 10-ның квадратынан 3-тің квадратын кемітіп, 8 мен 8-дің көбейтіндісіне қосқанда өрнектің мәні 155-ке тең. Келесі өрнек. 9 пен 9-дың көбейтіндісінен азайтамыз. 4 пен 4-тің көбейтіндісін 35-ке қосып, өрнектің мәні 30-ға тең болады. 7-ші тапсырма. Екілік қатар заңдылықты анықта және оның кемінде 4 мүшесін жазып қатарды жалғастыр. А тапсырмасына назар аударайық. Балалар, екілік қатар дегеніміз ол бір сан тастай отырып санаймыз. Мысал үшін 1, 3, 5, 7. Бұл сандарға 2 сан қосылып отыр. 7, 9, 11, 13 саны жазылады. 11 мен 13 санының арасында тағы да бір сан жазылады. Оны қазір екінші қатарында санап жатқан кезде жазамыз. Екінші қатарына назар аударайық. 19, 8. Бұл жерде бір санға кеміп отыр. 19, 8, 7, 6, 5 және 4 саны жазылады. Демек, А қатарына 11, 5, 13, 4 сандар жазылады. Ә қатарына назар аударайық. Мұнда да бір сан тастай отырып есептеп көрейік. 16, 15, 14. Яғни бір санға кеміп отыр. 14, 13, 12 саны болсын. Ал екінші қатарын заңдылығын анықтайық. 12, 11, 10. Демек, мұнда да бір санға кеміп отыр. 12, 11, 19, 8 саны болады. Демек, Ә қатарына заңдылық бойынша 13, 9, 12, 8 сандары жазылуы тиіс. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк бас, каналға тіркеліп алыңдар.